Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Сырғалым бағдарламасы. Бүгін біз әйелдердің сұлулық құпиялары мен одан өзге психологиялық мәселелер жөнінде сөйлесетін боламыз. Біздің студияда қонақта менің ақылшым, жазушы, романист Аян Құдайқұлова ханым. Әнші, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Гүлмира Ағырбекова ханым. Және де менің оң жағымда дизайнер маман Айжан Алпысбаева ханым. Қош келдіңіз. Сәнді трендтер айдарының бүгінгі тақырыбы сәнге ерген дұрыс па деген сұрақ. Сюжетке назар аударайық. Әркім сәнді өзінше қабылдайды. Бірі сәнге еруді көптің біріне айналу деп есептесе, басқалары сәнді тенденцияларды зерттеп, көрсетілімдерге қатысып, келер маусымның сәнді тенденцияларын алдын ала біліп отырады. Жалпы сәнге қалай қарау керек? Бастысы сәнге еру бастан аяқ фэшн журналдан көргеніңізді көшіріп, көне сәнді емес киіміңізді лақтыру емес. Сән тек қана бағыт көрсетеді, ал кез келген адам не киетінімен қалай киінуді өзі шешеді. Бұл жерде маңыздысы қай дизайнердің киімін алу емес, қалай киінуде. Көптеген жандар сән әлемінен алыс екенін айтып жатады. Дүкенге барып, тек қана өз талғамыңызға сай киіну мүмкін емес. Себебі киім дүкендеріндегі өнім ауқымы сәнді трендтерге байланысты. Сәнді трендтерді орынды қолдану үшін кеңес. Өзіңізге сай сәнді трендтерді таңдаңыз. Яғни сіз таңдаған киім сіздің дене бітіміңізге, жасыңыз бен өмір салтыңызға сай болу керек. Барлық сәнді тенденцияларды бірге кимеу маңызды. Сәнді тенденцияларды сараптай келе маңыздысын айқындау. Өзіңіздің сізге ғана тән стиліңіз әлі қалыптаспаған болса, даралығыңызды айқындайтын бір киім немесе аксессуар болсын. Киім саны мен бағасы маңызды емес, үйлестіре білу маңызды. Сән жүйелі түрде қайта айналып келетіні белгілі. Сол себепті сән әлеміне еремін деп бар киіміңізден құтылуға асықпаңыз. Құрметті арулар, сюжетті тамашаладық. Сәнді көрсетілімдерге сіздер қаншалықты жиі барасыздар, Гүлмира ханым? Енді сонша жиі барам деп айта алмаймын. Бірақ мен оны көбінесе теледидардан көремін, журналдарды қараймын, қандай сән болып жатыр, не болып жатыр. Енді мен үшін сән деген ол жарасымды киім. Әр адам өзіне жарасатын киімін кию керек. Мен сондықтан мынау сән нәрсе деп оны бір өзіме жараспай тұрған нәрсені киіп шыға алмаймын. Тек қана қандай киім кисем де өзіме жарасып тұру керек. Сән деген сол мен үшін. Дұрыс сияқты. Енді қазір дизайнер ханымнан сұраймыз. Сіз қаншалықты сәнді көрсетілімдер? Сізде барлық түсті көйлек, барлық түрде ұзын қысқа заттар болып тұру керек, дайын. Ол сізде бар, білем. Мен енді, мен білесіз ғой, Анар өте жиі шақырады мені. Неше түрлі фэшн нелер өткенде мен барамын. Мен барам, көрем, маған қызық. Бір неше 30-40 елден келген дизайнерлердің жұмыстарын барып қараймын. Ол маған өте қызық. Өзіме ұнамдысын табамын. Себебі жаңағы ағылымға қарай кішкене өзімді ұстағым келеді. Себебі менің өзімнің араласқан достарым, жаңағы қасымдағы жүрген құрбы құрдастарым, олар айтады ғой, енді сен қалып қойдың деп. Сондықтан мен әр маусымда бір трендте, бір цветі бойынша, немесе фасоны бойынша бір заттарды алып, өзім гардеробымды өзгертіп тұрам. Мен ойлаймын, моданы қуып жету мүмкін емес, қымбат заттардың артынан жүгірген дұрыс емес, өзіңе ыңғайлы жарасқан, өзіңнің дизайнерің болу керек, сүйікті. Ол адам сені әрі қарай түсініп тұрады. Әрдайым сол адамның киімі саған қонып тұрады. Өзіңнің бір таңдамың болу керек. Сондай өзімнің таңдамдарым бар, өзімнің жақсы көретін дизайнерлерім бар. Соларға мен әрдайым барып тұрам. Шыққан тренд көктем күз, соны барып көріп. Осы ретте Айжан ханымға сұрақ, осы сәнді тенденцияларға ерген қаншалықты дұрыс? Негізі мен дұрыс деп санаймын. Өйткені жылдан жыл сайын сән оқу орындары олар зерттеу шығарады. Мысалы, қандай адамға қандай фасон жарайтын, қандай адамдарға қандай түс жарайтын, соның бәрін олар зерттейді. Сондықтан мысалы адамға сай келмес жарамайтын киімдерді олар уже негізі алып тастайды, шығармайды, мысалы подиумға модельді. Жоқ, енді сіз бұл жерде басқа мәселе жөнінде айтып отқан сияқтысыз. Өйткені мысалға бір дизайнер дерлік, белгілі, шетелдік, барлық жақсы көретін
подиумға көк пальтомен адамдарды шығарды делік. Осы сезонда, осы маусымда көк түсті пальтолар сәнді деп айтты. Жұрттың бәрі көк пальтон болу керек деп есептеп кету керек пе, сонда қалай ойлайсыз? Жоқ, оған да қарау керек, өйткені көк түс әрбір адамдарға сәйкес. Мысалы, кейбір адамдарды ол ашады, кейбір адамдарға жарамайды. Мысалы, және фасон арқылы көру керек. Көк пальто болса да, мысалы, фасоны киген кезде кемей қалуы мүмкін. Бірақ та сізге фасон келсе, сол көк түс ашса сізді, онда ала беруіңізге болады. Сәнге еримін деп көптің бірі болып, барлығы бірдей болып кетпейді ма? Жоқ, болмайды, өйткені дизайнерлердің көбінесі бір-біріне қалпы киімдерді шығармайды. Олар әр сайын адамға ыңғайлы фасонды іздейді. Санаулы шығарады. Иә, санаулы шығарады. Бүкіл Алматы қаласында бір 10 пальто болса, онда ол көп көрінбейді. Бірақ жаңа көк түсті пальто осы күздің тренді деп барлығы көкке жүгірсе, онда адамдардың бәрі бір масштабпен кетіп қалған сияқты болады да. Сонда әр адамның өзінің стилі, өзінің талғамы, жағы сезімі, вкус дейді ғой, ол туылғаннан болады адамда. Айтады ғой, ол адам туылады өзі. Әркім өзінің талабы, өзінің несі бар. Мысалы, мен өзім көк түсті өте жақсы көремін. Білгенде көк түсті айтып қалсай, менің осы қуанып отырмын. Көк ол жасыл ма, ауа көк па? Көк кәдімгі ауа көк болсын, көгілдір сондай түстерді өте жақсы көремін. Бірақ та енді сол көк түсті өзім мысалы дүкенге кіргенде, мейлі дизайнерлердің студиясына кіргенде, мен бірден көзіме көк түсті екен. Өзім соны байқап бірден барып көк түсті ұстаймын да. Бүгін қызыл киіп отырсыз ғой. Жоқ, жалпы енді әртүрлі түстерді де киіну керек қой. Бірақ өзім жақсы көретін түстерім көк. Бірақ енді соны мен өзім ойлаймын, ол менің киіп көргенмен, ол маған стилі ұнамаса, жараспаса, ол түс қанша ұнап тұрса да, мен ол киімді алмаймын. Мен де алмас едім. Түсі ұнап тұрған мен, фасон ұнамаса, мен кимес едім. Ол сені ашпаса, ол сені әдемі көрсетпесе, ол киім, ол сен фигураңа келмеуі мүмкін, сондықтан Гүлмира, бұрын сары мода десе, жарасса да жараспаса да сарыны жабыстырып алып жүрген кездерімізде болды ғой. Есіңізде ма? Біздің кезімізде, жас кезімізде, біздің студент кезде варенка деген мода болды. Тіпті оны табу өте қиын болатын. Соны кәдімгі Үйдегі сау жынсыйымызды варить етіп, жыртып, соны кәдімгідей қайнатып, әртүрлі оның бояулары былай ағады, соны киіп алатындар болатын. Ол енді өзінің фирмадан да алуға болады ондайды. Мысалы, біз шетелге өнер адам болған соң, шетелге шығатынбыз сол кездің өзінде. Сол кезде біз мен есімде бір группамен бәріміз Германияға бардық. Бәрі жағы варенка алды. Варенка көйлекке дейін, тіпті майкаға дейін варенкалап алғандар болды. Бастан аяқ басынан. Сонда мен сол варенканы ұнатқан жоқпын. Сонда мен тіпті алуды ойламадым. Мен сол кезде не алдым? Сол кезде мен сахнаға киетін көйлек алдым. Кәдімгі әдемі көйлек, ұзын көйлек. Сонан кейін гитара алдым. Ол менің аспабым. Сіздің серігіңіз деп білемін. Серігім өнердегі. Екінші, біздің гитара табу кезде қиын болатын 90-шы жылдарда. Ал енді сол жақта мен гитара алдым, одан кейін салама туфли алдым. Бір варенканың құны қымбат сияқты ғой, талай нәрсе алыпсыз. Сонда бәрі варенка алып жатты, сон маған айтады, ой, сен варенка алмадың ғой, мына киімдерді қайда, ол кезде мен енді шығып жатқан әншімін. Сонымен айтам, мен үлкен сахнаға алып шығамын, үлкен сахнаға шыққанда мен осы киемін деп, сол Германиядан алып келдім. Сән деген сол, мен сол көйлектің өзін көп іздедім. Сахнаға әдемі болып көріну керек, менің ашу керек, менің көрсету керек, сондай киімді сол кезде көп іздегенмін. Басқа варенка деген менің ойыма кіріп шыққан жоқ. Сонда бұл талғам бар адам ғой, бәрі варенканы алып жатыр. Айтты, варенка мода болды, бәрі соны алып жатыр. А бұл кісі жаңағы көптен басқа, өзінше ерекше, өзінің арманын алды. Мен ойлаймын, дұрыс істедіңіз деп. Мен де өзіміз ерекше. Қатты қуандым. Сол көйлек бар ма қазір? Сол көйлек бар менде. Әлі бар. Оған мен қазір қараймын да, мен мына көйлекті қалай сыйғамын деп ойлаймын. Бұл қанша жыл бұрын дедіңіз? 90? Ол енді қазір айтамын, ол 90-шы жыл. Одан бері қанша жыл өтті. Мен ол көйлек маған бір
ең бірінші алғашқы сахнаға шыққанда киіп шыққан көйлегім. Сондықтан ол маған ыстық. Соны мен ескерткіш дейсіз ғой, иә. Керемет. Модаға қайтадан кірген шығар оның фасоны. Енді ол модаға кірсе мен оны кие алмаймын. Көк екен, жасыл көк. Оның түсі мына екі жақ несінде кәдімгі жылтыраған парча дейміз ғой, сондай. Ол енді бір басқаша парчасы. Ерекше мына жақтары қара болып келеді. Екі басының алды былай сақтап қойыңыз көйлегіңізді. Ұзын былай. Сақтап қойыңыз немерелеріңізге көрсетіп, жұрттың барлығы бірдей киім алғанда мен осындай көйлек алғанмын деп мақтанып жүретін боласыз. Жалпы сән дегеніміз өзіндік стильді қалыптастыра білу, жарасымды киіне білу деп түсінсек болатын сияқты, солай ма? Жалпы мынау өзіндік стильді қалай қалыптастыруға болады? Мүмкін бе қазіргі заманда? Өзіндік стиль әр адамның өзінің ерекше стилін қалыптастыруға болады ма? Әрине болады. Мысалы, сіз офиста істесеңіз, сонда сізге классический стиль жарасады. Мысалы, сіз классикалық рубашка, шалбар, юбка сондай іздейсіз магазин дүкенге барған кезде. Ал мысалы басқа профессияда істеген кезде, творческий профессия болса, ол уже сіз ерекше киімдерді іздейсіз. Сізге прям экземпляр дейді ғой, единичный экземпляр, сондай киімдер. Бір дана, да? Ал жалпы мынандай аксессуарлар қолдану қаншалықты көмектеседі? Ерекше, мәселен, Аян ханымның мынандай стилі бар. Ол тек қана мынандай үлкен көлемді әшекей бұйым тағып жүреді деген мысалға стиль қалыптастырайық. Бұл қаншалықты көмектеседі? Мысалға біреуде стилінде кішкентай сөмке. Мүмкін Гүлмира ханымда стилінде үлкен сөмке шығар. Бұл өзіндік стильді қалыптастыруға қаншалықты көмектеседі? Киген киіміңізді қалай ұсынасыз, соған байланысты. Және де аксессуарлар. Үлкен сумка дейміз бағана. Ол сумканы мысалы былай кешкі киетін көйлекпен оны кие алмайсыз әрине. Мысалы, қалада жүрген кезде, мысалы, бір жаққа шығып достармен кездескен кезде оны әрине алуға болады. Ал кешке, мысалы, сонда или жұмыс бойы бір жаққа барсаң, сонда ол әрине сай келмейді. Спортивный аяқ киіммен кешке киетін көйлекті киіп жүреді ғой американың адамдары. Кешке киетін көйлектер емес, ол просто жай көйлек. Жаңағы спортта киетін кроссовкамен көйлекті киіп жүре береді. Негізі көбі кроссовкамен кимейді, оны кеды деймін. Кеды. Ол жаңағы көйлекпен кеды, ол нормально да. Біз анандай көйлек кигесін енді каблук киеміз кішкене. Бізге ол бір басқаша бір не болып тұратын бол сияқты, жараспайтын сияқты болып тұрады. Біреулерге енді жастарға жарасатын шығар. Жастарға жарасады. Оны эклектика дейді. Бірнеше стильді қосқан кезде, мысалы, оны эклектика деп атайды. Бұл сәнді қазір. Ол сәнді. Біз өте ұстамды болғанбыз. Анандай көйлекке біз туфли, каблуки, сосын Гүлмира біз түсінде тырнағымыздағы болғанды біз көйлекке қайталауымыз керек. Сөмкемен туфли бір түсте болды. Сол дұрыс па? Біздің кезімізде солай дұрыс болған. Иә, солай дұрыс болған. Қазір еді басқаша. Жоқ, қазір де сондай да бар. Оны total look деп атайды. Мысалы, бір түсті көк кисеңіз, мысалы, көк бас киім киесіз, сумкаңызды аласыз, аяқ киіміңізді. Total look. Total look деп атайды. Бастан аяқ Біткен образ, біткен образ. Мысалы, қазір ең сәнді ол қара, total look, ақ и бежевый, сондай түстер. Осымен біз дизайнерімізден пайдалы ақпарат алдық деп айтамыз, ендеше біздің айдарымызға берілген уақыт аяқталды. Келесі сұлулық жайында сөйлесетін кез келді. Сюжетке назар аударайық. Қымбат косметика қашанда сапалы деген пікір қате. 2 аптада әжімдерді кетіру, емдік косметика немесе тек органикалық құрамды косметикалар жарнаманың әсерлі жолдары. Қымбат крем мен арзан кремдердің құрамы көбінесе бірдей болып келеді дейді мамандар. Бұл өнім негізінен майлар мен судан ғана тұрады. Қымбат косметика брендті киімдердің жүйесі сияқты сатылады. Яғни сіз марканың атын ғана сатып аласыз, сәйкесінше өнімнің сыртқы келбеті үшін ғана мыңдаған қаржы
қаржы төлейсіз. Өкінішке орай қанша қымбат болса да кремнің көмегімен жастығыңызды қайтара алмайсыз. Құрамында витамин, гормондар немесе коллаген бар өнімдер теріге ерекше ықпал ететініне осы күнге дейін дәлел жоқ. Әдетте өте қымбат тұратын органикалық қосындылармен жасалған кремдер синтетикалық кремдерге қарағанда әсері күштірек болатынын медицина әлі дәлелдеген жоқ. Толығымен табиғи косметика болмайды, кез келген өнімге химиялық консерванттар қосылады. Табиғи терілерге арналған май жасауға болады, алайда оларды тіпті тоңазытқыштың өзінде бірнеше тәулік қана сақтауға болады. Емдік косметикада болмайды, теріні тек дәрілік құралдар емдей алады. Ал дәріханаларда косметика сату шетелдік маркетингтің жетістігі деп қана біліңіз. Тері токсиндермен қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайтын адам денесінің мүшесі. Сол себепті ешқандай косметикалық өнім жарнамада айтылғандай терінің терең қабатына ене алмайды. Бұл да жақсы шығар, себебі косметикалық өнімдердің құрамындағы заттар терінің эпидермис қабатынан өтетін болса, тірі жүруіміз екіталай. Өйткені қан айналымына синтетикалық майлар, мұнай өнімінің қалдықтары мен қолдың микробтары да енуі мүмкін еді. Арзан косметикаға арзан шикізат қолданылады деген пікір тағы бар. Сол себепті қандай да бір косметикалық өнім сатып аларда оның құрамы мен жарамдылық мерзіміне аса назар аударғаныңыз жөн. Есіңізде болсын, жылтырағанның барлығы алтын емес. Сюжетті көрдік, құрметті арулар. Жалпы қымбат косметика мен арзан косметиканың айырмашылығы неде? Осы жөнінде бізге дәрігер дерматокосметолог Диана Тоқбаева Жеңісқызы келіп отыр. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрағымыз осы. Жалпы арзан косметика мен қымбат косметиканың қайсына көбірек көңіл аударғанымыз дұрыс? Әрине, қазіргі қойып жатқан сұрақтар қымбат косметика сапа белгісі ма деп енді көптеген әйел кісілер қояды. Енді мен ойымша бұл дұрыс деп, әрине сапасы бар. Өйткені осы қымбат косметикалардың құрамындағы қоспалар, гиалурондық қышқылдардың өздері бұл өте жоғары дәрежеде істелінеді. Істелінген зауыттың өзі қазіргі таңға өте сай. Бірақ қымбат косметика туралы айтсақ, біріншіден біз косметика туралы айта кетсек, косметиканың да түр-түрлері бар. Орысша айтқандай, қазіргі таңда масс-маркет деген, мидл, және де люкс косметикалар, және өзіміз осы клиникамызда қолданып жатқан профессионалдық косметикалар бар. Масс-маркетке тоқталсақ, бұл қолға жетімді, кез келген дүкендерде сатып алуға болатын, және де ол бетке ешқандай енді бір өзгерістер келмейді, бірақ кішкене ылғалдандырады. Қолға өте қолға жетімді болғасын, әр адам оны ала алады. Келесі бұл мидл косметикасы, бұл көбінесе дәріханаларда, бірақ дәрігердің кеңесінсіз сатылатын косметикалар. Бұлардың құрамында кішкене емдік тұрғыда қолданылатын, бірақ аз мөлшерде. Енді оны біріншімен салыстырғанда масс-маркетпен әрине айырмашылығы бар. Келесін айтсақ, бұл... Мәселен, осы жерден сізді бөлейін. Дүкендерде сатылатын жаңағы косметиканы кейде дәріханадан да көріп жатамыз. Бұл сонда қалай болғаны? Қай топқа жатқызамыз ол косметикалық өнімді? Енді қазіргі таңда маркетингтік қадам сияқты, өткені дәріханадан алса көбірек сенеді, көбірек көмектесуі мүмкін деп дүкеннен алғанға қарағанда. Бұл жағына қалай қарайсыз? Дәріханаға кірсеңіз, мидл косметикалары емдік мақсатпен қолданылатын. Олар кішкене басқа неде тұрады, полкада тұрады. Олар басқа масс-маркеттен косметикаларынан айырмашылығы бөтен тұрады. Әрине оларды біз бірден көреміз, бірден жанымызға кеңесші келіп, әрине оның бағасы да, сапасы да басқалармен салыстырғанда кішкене жоғары. Не себептен оның емдік қасиеттері бар ғой? Неден емдейді? Терінің... Мысалға, бізге келген жас келіншектер, әйелдер, біріншіден олар шағымдар емдейді. Сол шағымдары бұл беттегі безеулер,
бетке шыққан дақтар, купероз дейміз, не анау әжімдер. Солар басты себеп болып келеді. Соларды әрине енді біз оны жай косметикамен емдей алмаймыз. Сол үшін біз енді космецептика осы емдік мақсатпен қолданылған косметикаларды ғана жағаламыз. Өйткені оның емдік. Оларды дәріханада сатылады, және қолдан да сатылады. Жаңағы заводта жасалғанын, анау қолдан жасалған қалай айырмашылық бар ма? Олардың барлығы бірдей болып келеді, қораптары, бағалары да бірдей болып келеді. Кейде ұрынып қалып жатамыз. Соның қалай айырмашылығы бар? Әрине, біз өзіміз дәрігер-дерматокосметолог болғасын, біз көбінесе профессионалдық косметиканы қолданамыз. Бұл профессионалдық косметика жай дәріхана, дүкендерде сатыла қоймайды. Оны тек қана біз өзіміздің клиникамызда немесе арнайы дүкендері бар. Ол дәрігердің кеңесімен ғана жіберілетін косметика. Арнайы рецепт бойынша. Әрине. Енді менің айтқым келгені жас келіншектерге, әйелдерге, әрине өз беттерін, енді әйел баласы болғасын әдем болғысы келеді. Бір енді кремдер алғысы келгенде әрине бірінші дәрігерге көрініп, жүгініп, өз терісінің қандай типіне жататын, қандай шағымдары бар екенін, сол дәрігерге жүгініп барып, содан кейін косметика алсам. Сол менің Ер азаматтардың да косметикалық кремдерін көрдім. Олардың да көздерінің айналасына әжім кетіретін, беттерін жағы біздікінен де жақсы болып, олардың сонда мен ойлаймын, ер азаматтарға басқа кремдер шығарылады. Олардың жаңағы тестостерон мен эстроген сол гормондарға есептеліп жасалған кремдер ғой да. Жоқ, енді еркек пен әйелдің де айырмашылығы бар. Беттерімізде де бірден байқалады. Бізге еркектің кремін жағуға болмайды. Жоқ, оны болмайды деген ондай тұжырымда оны айта алмаймын. Өйткені еркектердің беті ондай күйзелістерге ұшырамайды. Себебі әйел адам өзінің гормоналдық өзгерістен байланысты беттеріне түрлі дақтар шығады. Босанғаннан кейін бір секпілдер шығады, я. Орыстар айтады ғой, гормональное изменение. Еркекпен салыстырғанда еркекте ондай жоқ. Оларда гормон болғанмен, бірақ әйелде ұқсап, әйелдікіндей ондай өзгерістер болып жатпайды. Ай сайын мысалға әйел адамда өзгеріс болып жатады. Әрине бұның бәрі бетке бірден байқалады. Кремдер қымбат болған сайын сапалы деп айтып жатырсыз. Ал енді мынандай сұрақ, декоративті косметикаларға бұл жүйе қаншалықты жұмыс істейді? Яғни далабымыз 2000 теңгенің далабы бар, яғни помада 20 000 теңгенің далабы бар. Сонда бұл жерде де өзгешелік қандай болады? Декоративті косметиканы айтсақ та әрине айырмашылығы бар. Мысалға 2000-ға алынған тоналдық пудраны алсақ, және де 20 000-ға да оның бетке қалай жататыны, күн түскенде оның қалай көрінетіні әрине бірден байқалады. Арзан пудраны алсақ, ол бетке дұрыс жатпайды. Және де одан кейін көп аллергиялық реакциялар көп болады. Қымбат косметикаларда аллергиялық реакциялар аз болады. Оның бәрі уже дәлелденді, тексерілген. Жалпы енді көрермендердің көбінің қалтасы көтере бермейді. Бір тоналдық кремді 20 000 теңгеге алғанша, одан да бала шағама бірдеңе алып бермеймін ба деген сияқты ой болып жатады. Сондай кезде қыз-келіншектерге қандай ақыл бересіз жалпы? Қандай болсын косметиканы таңдаған кезде қандай мәселелерге назар аударған дұрыс? Қазіргі таңда көп әйелдерге кездесе қоймаймыз, өз-өзін күтініп. Әрине, біріншісі олар үшін отбасы, балаларым, күйеуім. Бірақ енді алам деп жүрген жас келіншектерге біріншіден дерматокосметологқа көрініп, өз бетінің құрамын, қандай типке жататынын анықтап, сол дәрігермен кеңесіп, содан кейін енді
егер ақшасы көп болмаса, әрине енді дәріханаға барып, енді ана middle косметика дейміз ғой, сондайға да болады. Әрине ол өз бетіне қарау керек. Ешқандай ақ шықпаса сол. Жасөспірімдерге сол қымбат кремдер керек па? Жаңағы бағалы, сапалы деген сияқты жас қыздарға, оларға қандай ұсыныс бере аласыз? Қазіргі таңда біз 18-ден кейін өз бетіне өз күтім жасау керек дейді. 18-ге дейін? 18-ден кейін. 18-ге дейін сонда жасамай қойсақ болады? 18-ден кейін енді Енді қазір мектепте оқитын қыздарды білеміз, бетіне пудра жағып, бояп шығат, бұл крем жағат деген сияқты қаншалықты зиян, жап-жас теріге соншама ықпал етіп. Әрине жас теріге ондай болмайды. Ертең өсе келе 30-40-та әрине әжім бірден байқалады. Гүлмира ханым, сізге өте қызық болып отырған сияқты үндемей кіріп кетіпсіз әңгімеге. Сізге мынандай сұрақ бір сергітіп алайық. Сіз қанша жасыңыздан бояна бастадыңыз? Біздің кезімізде енді мектепте оқып жүрген кезде бояну деген болмайтын. Бояну деген сырға тағу, барлығы дұрыс емес деп саналатын, сондықтан біз боянбайтынбыз. Кейін институтқа келіп оқуға түскеннен кейін, қалаға келгеннен кейін ғана кішкене бояна бастадық. Мен өзім 2-ші курста ғана бояндым. Көзіме не жағып, тен дегендей 20-ға кеп қалған. Сол кездерде ғана бояндым. Енді онда да бір қазіргідей осылай бояну керек, бұлай болуын білмейміз ғой біз енді ол кезде. Не бар, сонымен бояндық. Жас кезімде ол әдемі болып тұрады бәрібір де. Қазір өзім ойлаймын, біз тіпті телевидениеге шығар кезде, концерттің алдына шығар кезде де біз сондай қазіргі визажист макияж жасатып шығамыз ғой қазір мысалы. Сондай макияж жасату деген бізде ол кезде болған жоқ. Мүмкін емес. Ол грим деген бар болатын. Сон гриммен пайдаланатындар болған үлкен апайларымыз. Ал енді біз жастар тек пудра жағатынымызда тен жағып, ерімізді бояп, солай шыға берсек те, сонда да әдемі болып көрінетін едік. Жақында 70-ші жылдардағы концерттерді көріп жатырмын, шетелдің концерттерін. Жағы беттерінде енді өте көп мына қызыл жаққан, бояу пудралар, жағы грим, Аббаның концертін көріп, мен өзім шошып кеттім. Сол кезде менің көзіме әдемі көрінетін. Қазір мен ойлаймын, медицинада, косметикада инновациялық жолға түскен. Қазір неғұрлым білінбейтін, көрінбейтін, жаңағы ең керек жерлерін ғана мұрынды сызып, ерінің айналасын ғана сызып, сөйтіп көрсетіп қойған әртістер әдемі көрінетін сияқты. Осы бүгінгі күнде біз экранда көріп жатамыз, осы бәріңізде бір визажист болады, бірдей болып тұрасыздар. Мен ойлаймын, Аян ханым айтып бастады бойындағысы. Солай оқып, олар бұлай жасасаң осындай көрінесің деп өздері айтып жатады. Сондықтан біз енді солардың көмегіне жүгінеміз әрине. Өзіміз өте бояна алмайтын болған соң біз визажистердің көмегі макияжны оларды тыңдаймыз, қарасақ шынында жақсы болып көрінетін сияқты көрінеміз. Әрдесе көп бізге концертте свет түседі ғой. Жарық түседі. Ол жай ғана боянып шықсаң, ол тіптен оны жеп қояды, көрінбей кетеді. Сондықтан қатырақ бояну керек болу керек. Оның бәрін қазір біліп жатырмын. Мен таңғалатынмын, бірақ та бұрын солай боянбасақ та біз қалай әдемі көріндік? Мен соған өзім сұрақ қоямын. Қалайша сонда біз бәрібір де сол кездегі бұрынғы нені көрсем эфирден, бұрынғы жаңағы осыдан бір 20 жыл, 30 жыл бұрынғы шыққан нелеріміз көріп отырамын ғой телевизордан, өзім видеодан көрем. Сол кездерде мен ғана емес, қасымдағы құрбыларым да, бұрынғы апайларымыз да әдеміміз деп отырмыз ғой десекші. Әдемі болып шығады. Қазіргіден көріп, қайта сол кездегі әдемі болып тұрған сияқты. Ол кезде жас болдық қой. Ол жас кездің өзі, жастыққа бәрі жарасады. Солай шығар. Енді мынау сапалы крем туралы айтып жатырмыз, мысалы
енді біз өнерде жүргеннен кейін әрине сапалы кремді жағуға тырысамыз. Біз ақшамызды оған, оған біз аянбай, өйткені біз халықтың алдына шығамыз. Біз әдемі болу керекпіз. Сондықтан мен бір күні сондай бір сапалы кремді өзім, менен бір құрбым сұрады, не жағасың, сосын мен айттым, осындай крем жағам деп. Сол 8 наурызда сол құрбыма жағы өзімнің сыйладым, сондай сапалы кремді алып сыйладым. Енді ол қуанып, екінші құрбыма тағы сондай сыйладым. Соның кейін маған сонда айтады, бір құрбым айтады, ол шынында да жақсы екен ол крем деп. Ал екіншісі айтады, ол маған жақпады дейді. Менің аллергиям шығып кетті. Мен бұрынғы кремім қайта жақсы. Сонда мен айтым, қандай крем қолданасыз? Мен ол жай ғана арзан, өзім кәдімгі дүкенде сатылған, жай сатылған крем маған сол ұнайды. Оның атын айтпай ақ қойыңыз, мен үнемі сол кремді пайдаланам дейді. Мен содан өзімді жақсы сезінемін дейді. Қымбат крем. Сапалы крем дедіңіз, бұл қалай болғаны? Менің бетіме ол жақпады деп маған айтады. Ал екінші құрбыма қайта жақсы ұнап жатыр. Сонда мен өзім ойлаймын, ол әркімнің өзінің терісіне байланысты ғой деймін. Әркім өзінің терісіне, біреулерге осындай крем жағады. Мысалы, сапалы кремдердің өздерінде, мысалы, біреусін алып жақсам, менде де ондай болды. Қазір ойыма түсіп тұр. Сондай қыздар мақтаған кремді алдым, маған ол ұнаған жоқ. Мен сосын қайтадан өзімнің креміме көштім. Маған ол сондай. Қымбат крем қолданған адамдарға оның ішіндегі ингредиенттер кейін оның соңынан арзан крем жәрдемдеспей қояды. Ол қымбат кремнің ішінде әжім кетіретіні бар, гиалуронкасы бар. Содан кейін арзанға көшу мүмкін емес. Сондықтан кім арзан креммен жүргендер, олар көшпесе де болады. Өзіне ұнаса, оған қызығып бар қымбат кремді алудың керегі жоқ деп ойлаймын. Жаңағы арзан кремнің өзі жетіп тұр оған. Ал содан кейін қымбат кремге бір өткеннен кейін анау арзан кремге қайтып айналмай қалады. Сондықтан сіздің жақ подругаңызға жақпағаны сіздің әперген қымбат креміңіз. Қызық болды да. Ол шын нәрсе. Бір құрбыма жақты, енді бір құрбыма жақпады дейді. Мен қайта өзімнің бұрынғы арзан болса да өте жақсы, өзіме сондай жайлы сезінемін дейді өзімді дейді. Құрметті көрермен, біз бүгін сұлулық жайында дерматокосметолог дәрігер Диана Тоқбаева Жеңісқызымен сөйлескен болатымыз. Кеңестеріңізге үлкен рахмет. Ал мен бақытты әйелмін айдарына көшеміз. Сюжетке назар аударайық. Қызғаныш сезімі қашанда адамды жегідей жейтіні белгілі. Ол арман мақсатымызды тас-талқан етіп, өмірдің барлық жарқын тұстарына көлеңкесін түсіріп тұрады. Қызғану махаббаттың белгісі деген пікір қате. Қызғаныш өзіндік меншікті қорғауға арналған адамның қалыпты механизмі. Бұл жақын адамнан айырылып қалу қаупіне жауапты реакция. Отбасындағы ер адамның немесе әйел адамның қызғанышы көптеген қиындықтарға әкеп соқтырады. Кейде ол қол жұмсау, күйзеліспен ажырасуға дейін жетеді. Жалпы айтқанда қызғаныш сезімі түбінде жақсылыққа келмейді. Ер адамның қызғануы үшін кез келген жайт күдік тудыруы мүмкін. Мәселен, жары жұмысында сәл кідірсе, тым көңілді немесе көңілсіз болса, ал қонақта басқамен билесе, ер адамның ойына небір ойлар келуі мүмкін. Ер адамдар табиғатынан өте қызғаншақ. Статистика бойынша қызғану сезімінен жүйке ауруына ұшыраған ер азаматтар дәрігерге келгенде тең жартысы екінші некеде болады екен. Өйткені бірінші жарымен қызғаныштың кесірінен ажырасқан. Сенімге сызат түсіретін ең маңызды фактор жұбайлардың бір-бірімен ашық сөйлеспеуі. Ашық сөйлеспегендіктен байқамай қателіктерді одан да арттыра түседі. Мәселе ушықпау үшін міндетті түрде ашық қатынас керек. Бір ескерте кетерлігі, қатынастарда адамның жүгінген тәсілі де маңызды. Адам дұрыс нәрсе айтқанда қате тәсіл таңдаса, әрі ойын дұрыс жеткізе алмайды, әрі арадағы өкпені де арттыра түседі. Мәселе шешілмейді. Екеуі де бәрінен бұрын эмпатиялық қатынасты үйреніп, соны орындай білуі керек. Сіздегі қызғаныш бала кезіңізден бастап өткерген жағдайларға қатысты болса, бір психиатрға қаралу артықтық етпейді. Шолақ ақыл, ашу қызғанышты өртке айналдырады да тас-талқан етеді. Сондықтан да әр уақытта сабырды дос қылуға тырысыңыздар. Құрметті арулар, сюжетті көрдік. Қызғаныш сезімі жайлы. Бұл туралы бізге ақыл кеңесімен бөлісуге келген психолог маманымыз бар. Елшібаева Күлмаш Ғалымжанқызы, қош келдіңіз. Жалпы сюжетті көрдік.
қызғаныш сезімі қайдан пайда болады? Бұл енді қызғаныш сезімі мына жақтан пайда болады, мына жақтан пайда болады деп ол айту бір жақты болмайды. Егер ол қандай сезім болсын, адамның бойындағы негативті сезім болсын, я болмаса басқа бір позитивті сезім болсын, оның егер сол адамға ұнамаса ол сезімі, оны жұмыс жасағысы келсе, біз бірінші психологтар сол сезімнің қай жақтан шыққан түп тамырын тауып аламыз. Сосын барып соның түп тамыр қайда болуы мүмкін? Енді бұл тіпті мынау ананың құрсағында болған ба деп айтуға да болады. Өйткені көптеген зерттеулерге сүйенетін болсақ, тек генофон дейді ғой, генофоннан да берілуі мүмкін. Сондықтан енді егер сіз нақты бір адамды алып келіп, сондай қызғаншақ адамды алып келіп, маған алып келсеңіз, мен туралап айтып бере алар едім. Экспресс-диагностикалар жасалады. Сосын басқа да бір зерттеулер жасап, ол адаммен сөйлесе отырып, қызғаныш сезімнің қайдан шыққанын нақты айтуға болады. Көбінесе енді былай айтатын болсақ, ер адамдардың қызғанышы көп кездеседі. Сол ер азаматтардан көп білінеді. Әйелдерде қызғанады, бірақ та олар айтып салады. Құрбысын айтып салуы мүмкін, досын айтып салуы мүмкін. Айта салады, болмаса жылап алады дейсіз ғой. Көзінше айтады, лақтырып бірдеңені осы эмоциямен бәрін шығарып алады. Ер азаматтар іштен тынады. Іштен тынып, содан кейін ең соңында ол деген жаңағы агрессия болып сыртқа шыққан уақытта ол енді басқаша көрініс беріп жатады. Қызғаныш емделе ма? Қызғаншақ адамдар көп адамдар қызғаныштың кесірінен айырылысып жатады. Ол қызғанған адам өзгермейді екен, мен соны байқадым. Неге ол жаңағы себебін тапқаннан кейін ол адамды емдеуге бола ма, қызғанбайтын жасап? Енді емдеу деген енді егер ол дертке айналса, әрине, оны емдеу деген сөз айтуға болады. Ол мінезге жатпай ма? Ол мінезге де жатады, және де айтып отырмын ғой, жаңағы тектілік эмоциясын ұстай алмайтын адам. ДНК көлемінде берілуі мүмкін ол деген. Сондықтан енді егер адам ниеттеніп келсе, мен осындай бір негативті бір өзімнің бір сезімдерім бар, осы қызғаншақтармен шаршадым, ондай адамдар келген, біз енді сіз айтпақшы емдеуге болады дегенде жатқызуға болады. Бірақ адамның ниеті болу керек. Бұл қызғаншақтық ол көлеңкесінен қызғана беретін, мысалы өзінің әйелін, я болмаса жаңағы жұбайын, ер азаматын тектен-текке қызғана беретін бір себептен себепсіз ауру адамдар. Ол дертке айналып кетеді. Ол ары қарай ұлғайып кетсе, яғни ол дертке айналады. Ал енді егер ниеттеніп келсе, жаңағы Аян ханым ниеттеніп келсе, ол адамға коррекция жасауға болады. Біздің тілде психологиялық коррекция деп атаймыз. Сенімін көтеріп, өзіне деген. Енді ол әртүрлі жағдай. Жаңағы фантазия дейді ғой, өздері ойлап табады ғой кейбіреулер. Ойлап тауып өзі жамап, болмағанды болды деп, сені сендіріп, қызғаныш деген. Иә, бірінен соң бір. Иә, ол өзінде сол болды. Сосын кетіп бара жатыр, анамен кетіп бара жатыр, мынамен кетіп бара жатыр, бәрі болып жатыр. Өткен кезде былай болса, былай болғанда былай болса деп, иә? Сосын келеді, сен болдың ба, қайдан келдің? Сен сөйттің ғой, бүйттің ғой деп өзінің қиялындағын шашып деп жүргенде анау сау адам шалқасынан не болды? Дегенде сонда трансқа түсіп қалады. Бұл ауру неден пайда болады? Мүмкін қызғанып тұрған адам себеп берді, бір көзге түсіп қалды. Бекерден бекер болмайды ғой. Бекерден бекер болуы да мүмкін. Иә, бос жерде қызған. Ол адамда туылған қызғаншақ мүмкін. Мысалы, үйінде отырған әйелін қызғанатындар отыр. Мысалы, сырттан келеді, үйде отырған әйелін кімнен қызғанады? Сондайлар бар, менің құрбым болды. Көрдім де, өйткені ол семьяда сондайды көрген. Солай болды. Ол мүмкін солай туылған адам болатын шығар. Соны айтып отырмын ғой, жаңа деген генофоннан да берілуі мүмкін деп айтып отырмын ғой. Рухтан рухқа. Жұға ма? Әрі қарай берілуі. Қандай қиын. Сондықтан қиын ауру. Ол махаббаттың белгісі ма? Анар? Махаббаттың белгісі ма? Қызғаншақтық деген ол махаббат деп ойламаймын. Қызғаншақтық деген ол бір әйелін, мысалы, ол бір сат сияқты қарайды ғой, мысалы, сол да. Өзін бір меншіктеп алғандай сол. Енді бұлар тырнақ астынан кіріздеу деп білем, себебі менің құрбымның жолдасы жұмыстан келгенде сен неге көзіңді бояп алғансың, шашыңды неге бұрап алғансың, кімге ұнағың келіп жүр дейді. Жұмысқа кетіп бара жатқан кезде, мәселен демалыс күні демалды, таңертең шашын бұрап кетіп бара жатса, кімге ұнағың келіп жүр,
сен бостан босқа істеп отырған жоқсың бұны деп мысалға сондай жағдайлар болып жатады. Ондай кезде біздегі не істеуге болады қыз келіншектерге? Ондай кезде жаңағы ол енді қыз келіншек ол ақталып, біріншіден ақталып қажеті жоқ. Жоқ, мен оны былай еткенде былай етейін, сол үшін емес деп ақталып керегі жоқ. Мен Ақталсаң арам ойлап қалды. Я болмаса жаңағыдай өзімен бірге барып, жаңағы ұжымның қандай екенін көрсетіп деген сияқты ақталып емес, жүр, кеттік. Дәлелдеп. Жұмысқа барғанда кәдімгідей бұл жерде ашық сөйлесу керек. Отырып ашық Ерлі зайыптың арасында ашық әңгіме қазір қойып бара бәрі келе жұмыстан келеді жаңағы софтаға бөлеміз, телефонға деген әлеуметтік желіге, одан кейін жұмысқа баратсаң да шай ішіп отырсаң да міне осы сеніміне кіру керек, ер азаматтың. Сеніміне жоқ, кірем деп сіз талпынбаңыз. Но тек қана ашық әңгімелесіңіз. Өзіңіздің жұбайыңызбен, өзіңіздің жақсы көретін жаңағы серігіңізбен деген сияқты. Иә. Сол кезде ашық әңгімеден кейін кішкене бәрі тарқалатын болады. Тарқалатындай жағдай жасау керек бұл жерде. Сендіріп айту керек. Енді болмағанды. мүлдем қызғанбайтын адам болады, да? Қызғандыру үшін Мен өзім, менде бар ғой, өзімде мысалы сол қызғану деген нәрсе жоқ сияқты. Себебі мен күйеуім ренжитін маған. Сен мені қызғанбайсың деп. Мен айтам, сен неге қызғанбайсың? Сен мүмкін жұмыста жүрсің. Енді үйге ақша келуің керек, жұмыста істеуің керек. Түнде сен сол жұмыста отырған шығарсың, енді компьютерде деп. Сөйтіп ойлаймын сені деп айтсам, Жақсы ойлайды. сен мені қызғанбайсың деп күйеуім маған ренжіген кездер болатын. Соны мен өзім ойлаймын, қызғанайыншы десем, бірақ түкте қызғанамаймын, неге қызғануым керек оны деп Ал мен ойлаймын, ал қызғанып, өтірік жабыстырып, арам ойласақ сол болады. Біздің ойымыз орындалады. Материя. Да. А сіз жаман ойламадыңыз, күйеуіңіз жақсы болған шығар. Бірақ соны қызғанбайсың деп айтқанда мен өзім таң қалдым, шалқамнан түстім. Расында мен қызғанбаймын. Неге? Мен өйткені сенімді болды. Себебі үйреттіңіз бе жолдасыңызды? Үйреткен жоқпын, жалпы солай ренжиді болды, сол қызғанбайсың. Мүмкін арасында Жоқ, ондай емес, енді түсініп, гармония болады ғой, әрине, түсініп, мен айтамын, өзі мынау отбасылық жағдайда дағдарыстар болады. 1 жылдық дағдарыс, 3 жылдық, 5 жылдық, 7 жылдық, 14-15 жылдық дағдарыс, одан кейін 25 жылдық дағдарыс дегендер болады. Бұл отбасылық жаңағы жағдайда кризистер болады. Сол кезде адамдар енді менің мына отбасы, отағасы, отанасы деген менің үлкен проектім бар. Жалпы мынау қызғаныш барлығы жаман ойлардан басталады ғой. Жаман ойлардан арылу үшін бір жаттығулар бар ма сіздерде? Жаман ойлардан арылу үшін жаттығу бар. Ол бір керемет жаттығу. Оны айтсам сіз бәріңіз күлесіз. Неге күлем, жасап көрейікші? Жоқ, былай жасау емес. Оның бірінші түрі просто өзіңіздің мынау қызғаныштың өзі түп санадан шығады. Бейсаналық күйде пайда болуы мүмкін. Бейсаналық күйде, яғни кенеттен бір кеп өзіңіз байқамай қаласыз. Өзіңде байқамай қаласың. Ол деген сөз, мысалы, мынау мидың мынау сол жақтағы жарты шары, мынау оң жақтағы жарты шары. А сол жақтағы жарты шары ол саналы түрде іс-қимыл жасау алатын, яғни жарты шар. А мынау оң жақтағы ол түп саналық. Яғни түп санада бүкіл тектіліктен берген, жаңағы ананың құрсағында жатқан бүкіл іс барлығы сол жерде жазылып қалады. Яғни кенеттен жаңа келген қызғаныш, я болмаса негативті ойлар, оның барлығы ол бейсаналдық күйде келіп жатады. Сондықтан жаңағыдай өз-өзіңізге кешір керек емес деген сөз айтасыз. Кешір керек емес деп былай айтпайсыз дауыстап. Жаман ой келіп қалды ма, құтылғыңыз келе ме, просто ойға айтамыз. Дейсіз да, кешір керек емес, іштей. Жаңа келген ойды өшіріп тастау керек. Установка жасау керек. Кешір керек емес деп айтайықшы. Просто кешір керек емес. Момент өзінен өзі кетіп қалады. Бір сәтте. И болмайды да. Болмайды. Өзіңіз санаға айтасың ғой сонда. Кешір, ол керек емес. Ал енді біздің көрермендер қызғаншақтар мынау керемет ақыл болды. Қызғанбаңыздар. Келе жатқан жаман арам ойды кешір керек емес деп өшіріп тастаңыз. Арам ойдан кешірім сұрап тұрып шығарып саламыз. Сосын жаңа енді мына мидың енді сол кезде ми шаршайды. Адам өзі мына мен үнемі айтамын, өйткені мен геронтопсихологиямен айналысып, соған жазған кітабым бар.
бір 20 жылдығың көлемінде жазылған кітап. Соны нақтылап мына болашақпен мен неге барып келдім. Болашақ бағдарламасы бойынша халықаралық. Сол кезде Санкт-Петербургтың биорегуляция және геронтология институтында сонда өттім. 1 жыл стажировка оқыдым. Сол кезде адамның уақытынан ерте қартаймауы, жаңағыдай қызғаныш сияқты басқа да негативті ойлардан арылу үшін жаңағыдай ол бір негативті ойлай берсең ол деген әжім түсіп қызғанып ми шаршамау керек. Құрметті құрбылар, әріптестер, сол теледидар көріп отырасыз ба, или жаңағы тамақ істеп болғаннан кейін жайыңызды күтіп отырсыз ба, балалар мектептен келіп күтіп отырсыз ба, отырасыз да тек қана жаңағы мына мелкая моторика дейді, ұсақ моторика, қолыңызды бүйтіп бересіз да, өткенде үйреткем, көрсеткем сіздерге, үнемі көрсетсем ойлайтын шығар осы психолог осыдан. Жоғары қарай ма, маңызды емес па? Өзіңе қарай итере бересіз. Өзіме қарай. Ой, былай да, сол жақ қолдың сұқ саусағы, оң жақ қолдың бас бармағы. шатастым мен. Ой, сол жақ қолдың бас бармағы, оң жақ қолдың сұқ саусағы. Былай да? Сосын былай. Мен төмен қарай істей берейінші. Болмай ма? Пожалуйста. Төмен қарай істей берейінші, мен жоғары қарай қиындау екен. Сонда осымен біз өзімізді істей бересіз. Осы сосын ортаңғы саусақ кетеді. Ортаңғы саусақ кетеді. Олай емес, өтіргісі болады. Одан кейін Былай. Болады. жаттығыңыз Аян ханым. Сосын келесі саусақ ат жоқ. Мына қалған саусақтар бос. Барлық саусақтарды сөйтіп жаттықтырып тастаймыз, сол кезде жаман ой ойламаймыз ба? Жоқ, ол сонда ми шаршамайды да, ми шаршамаса, ол миға гимнастика. Құрметті құрбылар, миға гимнастика. Одан кейін кері қарай. Менің миым қатты жұмыс істеп кеткен сияқты, одан кейін нервтар бар, солда ұсақ моторика дамиды. Ол мына бәрі миға байланысты, миға әсер береді. Миға гимнастика. Нейрондары жұмыс жасатады. Келесі жаттығу. Мына керемет деген да, керемет. бәріміз көрсетейікші. Осыны кезекпен кесе жасаймыз. Ой, оған дақылану керек. жаттығу керек сияқты. Бірден болды. Жасамасаң, сонда деградация идет деп Міне, ой, міне. Қиындау, жаттығу керек. қалай керемет жасайсың? Қиынды үйренген ғой бізге де Мен үйрену керек. 62-де. Я с 62-де. Уже пенсионермін мен, да? Міне былай екен. Басқа нәрсе көрсетіп кеттіңіз. Рахмет, Күмәш Ғалымжанқызы бізге Бұл жаңағы көптеген негативті ойлар, қызғаншақтық, тағы басқа да керек емес информацияларды ысыра. Қозғалыс дегеніңіз осы ма сонда жаңағы немі? Кәдімгі қозғалысы, жүру, міне. Жаяу жүріңіз деген. Мен осы жаяу жүргенді жақсы көремін негізі. Мен осы бір 10 километрді жаяу жүремін деп айтсам, Лидия Кадинова апамыз бір күні, сен жаяу жүргенге ұқсамайсың дейді. Ал шын негізінде, оны мен жаңағы арттау үшін немесе бір не болу үшін емес, шынында да мен жаяу жүрсем, сонда ойым жақсы, сол жаяу жүріп келе жатып, мен неше түрлі жақсы ойлар ойлаймын. Мен андай жаңағы концертке дайындаламын, анау әнді аламын, мынандай киім керек, анау сондай концерттерге дайындаламын деп. Сондай кездерде үйге кіргеннен кейін сондай бір жақсы көңіл күйде боламын. Қозғалыс деген осыны. Рахмет, құрметті арулар. Өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп келе жатыр. Енді уақыт шектеулі, соның өзінде де біраз пайдалы кеңес бердік деген үміттеміз. Біздің кеңесіміз кәдеңізге жараса еңбегіміздің ақталғаны. Арулар, сұлу болып жүрейікші, я. Өткені қыздарға әсемдік жарасады. Эфирде болған Сырғалым, келесі жүздескенше аман болыңыздар. Сау болыңыздар.